күйеуім қайтыс болып кеткен, вообще шырғалаңым көбейіп кетті. 3 бала шағам бар, буыны қатпаған, әлі кәмелетке толмаған. Біресе киімінен қысылам, біресе аяқ киімінен қысылам, біресе жеп ішімнен қысылам. Майра Ешмұханованың күнделікті тіршілігі осы. Мектепке баратын ұл қызын сабаққа жіберіп, өзі де артынша үйден ертерек шығып кетуге тырысады. Өйткені өз отаны басты байлы баспанасында еркін жүріп тұруына мүмкіндігі жоқ. Қарызын сұрап қаумалағандардан құтылудың жалғыз жолы осы дейді отанасы. Бүгін келіп отырмын үйге. Жан жақта жүрем, ағам үйінде жүрем, әпкем үйінде жүрем, інілерім үйінде жүрем. Есігіме еш тыныштық жоқ. Майраның шаңырағындағы шырғалаң осыдан 2 жыл бұрын басталған. Айранда үйіп отырған отбасында отағасы дертке шалдығады. Денсаулығын түзету үшін ем-домына деп жекеменшік қаржы орталығынан 600 мың теңге несие алады. Бұл қаржыда жетіңкіремей жеке кәсіпкерден пайызға да ақша алған. Үмітін үкілеп уақытылы емін алған жолдасы ақыры қайтыс болады. Ал белшесінен қарызға батқан Майраның осылайша бар тауқымет мойнына артылады. Не телефоныма тыныштық жоқ, не үйіме тыныштық жоқ. Қызым кетіп баратқанда есікті құлыптап кетеді. Осы Бауыржанға талай барып айтқам. Сабақтан келеді, есікті ашады. Мына баламды сабаққа жіберем, есікті іліп, терезеден түседі. Есігімізді құлыптап отырамыз, үйінде адам жоқ деп айтсын, қарыздар келсе деп. Несие алу үшін Майра осы 2 бөлмелі баспанасын кепілге қойған. Қаржы орталығы болса, күн сайын баспананы босат деп ескерту жасап отырған көрінеді. Мемлекеттен алатын азынаулық жәрдемақыға балаларының ас ауқатын қамдап отырған ана енді далада қалатын болдым деп саруайымға салынады. Туанашылық қылам, қаңғып кетем, не істеймін? Қолымда 1-2 малым бар еді. Оны да сатып ана балаға тамсалдық, мына балаға тамсалдым. Өзім бременке салдым, мына тамым құлап қалатын болғаннан кейін. Жалғыз басты ананың айтуынша бүгінде берешек қарызы 1 миллион теңгеден асқан. Ауылдағы дүкеннен алынған азық түлік балаларының киім кешегі мен отын суы тағы бар. Тұрмысы төмен жанның жағдайын ауыл әкімдігі де жақсы таныс. Жергілікті билік қолдан келгенше көмек қолын созған. Мемлекет тарапынан, әкімшілік тарапынан қолдан келген барлық жәрдем көмектер көрсетіліп жатыр. Қатты тұрмыстық заттар, отын жағатын, қатты тұрмыстық заттардың бәрін беріп жатырмыз. Ондай жәрдем беріп жатырмыз. Майра Ешмұханова аз қамтылған отбасылардың қатарына да енгізілген. Жуырда ауыл әкімдігі оған жан-жақты қолдау білдіру үшін өңірдегі ірі кәсіпорындарға хатта жолдапты. Бірақ әзірге жауап жоқ. Дегенмен жұмысқа орналастыру жағы қарастырылып жатыр. 18 жасқа дейінгі балалар жәрдемақысына 3 баласына 90 сайын көмегін алып отыр ол кісі. Былтыр 18 мың еді, биыл 20 мың болып отыр. Ал сосын бір жолғы материалдық көмекке Түлкібас ауыл әкімінен сұраныс хат келіп түсті, жағдайы төмен екен. Біз бұл кісіге 5 ақпанда ақшасын есеп шотына аударып жібердік, 50 мың. Жалғыз бастананы жұмысқа орналасып, қарызынан ертерек құтылсам деген ой күні түні мазалайды. Бірақ табан асты табыла қояр жұмыс жоқ. Ендігі бар үміті жомарт жүректі жандарда. Қол ұшын созар қалталы азаматтар табыларына сеніммен қарайды.